Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жесең жей бергін келетін тоқаштың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны баса кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге трош, қант, тұзымызды салып, араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны салып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Онды екі бөлікке бөліп, електен өткізіп, салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 1 сағат көлемінде көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Көтерілген қамырымызды алып, өзімізге ұнайтын формада жасап, бетін жауып 20 минут көлемінде тағы да қойып қоямыз. Рецептің мөлшерін описание бөлімінде қалдырып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламын. Жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.